Облыстық аумақтық инспекцияда өткен семинар барысында жиналғандар жемқорлыққа қарсы тұру, оның мен алдын алу жолдары туралы әңгіме өрбітті. Ведомство қызметкерлері соңғы 3 жыл ішінде ауыл шаруашылығы саласында жемқорлық фактісі тіркелген жоқ деп отыр. Бұл ең алдымен ұдайы өткізіліп тұратын алдын алу шараларының нәтижесі. Кездесу барысында бірнеше аудандардағы аумақтық инспекция бөлімдерінің жетекшілері жиналғандарды жемқорлыққа қарсы бағдарламаның іске асу барысы туралы хабардар етті. Сондай-ақ жиын қатысушылары аумақтық инспекцияларға көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерінің кез келгенінде жемқорлықтың орын алу қаупі жоғары екендігін атап өтті. Аудандық аумақтық инспекциялар өздерінің мәліметтерін оқиды. Біз бұл бүгінгі іс-шаралар кеңеске Нұр Отан партиясының өкілдерін, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істер жөніндегі Солтүстік облыстық аумақтық инспекцияның департаментінен өкілдерін шақырдық. Олар да өздерінің сыбайлас жемқорлыққа қалай күресу туралы өздерінің мәліметтерін оқып, бізді ары қарай да сол сыбайлас жемқорлықпен күресуге жол көрсетті деп ойлаймыз.